Ну, там в Ютубе есть 3 боя, по-моему. Особо сверхъестественно. Ну, бьющий, хороший боксер. Ну так, не сказал, что он там что-то сверхъестественное увидел я там. То, что он сильно бьет, да, ну, он старается, ну, в основном в начале еще накрутил. Ну, не знаю, это 試合で死んでもいいと思うんで自分で言うのはなんですけど、自分が怖いぐらいです。それを負けたくないです。パンチがーッともらうじゃないですか。もっと打ってこいやみたいな、そんなの倒れへんですよって思ってしまう自分がいます。 пока вот так. А потом уже в дальнейшем уже все равно за раунд поднимать темп. Думаю, что он полностью весь бой не будет, он меня за мной гнаться не сможет. 勝てば自分の状況を変えられるんで、そのチャンス今までなかったんで、そんなもう自分の気持ちが高くなる試合はないんで、自分でモチベーションをこう普段から高めていろいろやってきてはいるんですけど、期待にならないぐらい気持ちが高くなります。Казуто Такисако рингке шақыртып алды. Бұл салмақ дәрежесінде жапон боксшысы қазақ боксшысына қарсы бұған дейін бокстасқан болатын. Яғни сол Геннадий Головкин және Мурато арасындағы жекпе-жекті айтып жатырмыз. Ал сол танымал боксшы Мурато енді кәсіпқой бокстағы өзінің, яғни мансабын аяқтады. Жастарға берді өз орнын. Сол Муратоның артында мүмкін чемпиондық белбеу үшін алдағы уақытта дәл осы жапон боксшысы Казуто Такисако шығып қалатын шығар. Ал қазір енді барша жанкүйерлер қазір экран қарсысындағы жанкүйерлер, дәл осы Инчхонға келген біздің жанкүйерлер Мейірім Нұрсұлтановты күтіп отыр. Мейірім Нұрсұлтанов тура қарсыласы Казуто Такисакосын жеңіліп көрмеген. Ал Казуто Такисако шыны керек 16 жекпе-жек өткізген, 15-ін жеңген, оның 14-ін нокаутпен жеңген, сондай бір мықты боксшы. Мейірім Нұрсұлтанов Астана арландары жартылай кәсіпқой бокс клубында бокстасты. Сол арқылы елге өте кеңінен танымал болған боксшы. 18 жекпе-жек өткізген. Бұған дейін кәсіби деңгейде кәсіпқой бокста 18-де жеңген, оның нокаутпен жеңген. Оңтүстік Корея жерінде Инчхонда осындай қазақтың көк туы желбіреп, қазір қазақи өлеңнің астында рингке Мейірім Нұрсұлтанов та шықты. Бұл ринг анонсер жалпы осы жекпе-жектің алдында рингке шыққан болатын жапониялық ринг анонсер екен. Өз жерінде мүмкін өте танымал болар. Әрине Майкл Бафферсонды дауысты ести алмаймыз бұндай жекпе-жек кешінде. Дегенмен Майкл Баффердің сол бір хабарлауының астында әлі Мейірім біраз жекпе-жекке шығады деп сенеміз.
Бұл бокс кеші, бұл кәсіпқой бокс кеші бейне бір Алматыда немесе Астанада өтіп жатқан сияқты көрінеді қазір. Инчхонда Оңтүстік Кореяда міне қазақстандық боксшыға деген қолдау өте жоғары. Үлкен, енді көп рахмет біздің Оңтүстік Кореяда жүрген отандастарымызға. Біздің боксшыларды жалғызсыратпай, жалғыз қалдырмай, осы бір бокс кешіне арнайы келген екен. Қос боксшыны қазір ринг анонсер таныстырып өтеді, ал біз сіздерге таныстырып өттік. Жапон боксшысы өте қауіпті боксшы, 32 жаста, 15 жекпе-жегінің 14-ін нокаутпен жеңген. Бұл енді нағыз сондай бір қолында қорғасыны бар боксшы десек болады. Абайсызда соққысы тиіп кетсе, кез келген қарсыласты сұлатып түсіретін күші бар. Жапониялық боксшының. Мейрім Нұрсұлтанов. Бұған дейін Мейрім Нұрсұлтанов енді америкалық, кубалық боксшыларға қарсы, мексикалық, бразилиялықтарға қарсы жекпе-жектер өткізді. Доминикан Республикасының өкіліне қарсы да рингке шығып барын салған болатын Мейрім. Өзбекстан боксшысын жеңген болатын. Енді кезек Жапония боксшысында деп сенейік. Қос боксшына ринг анонсер таныстырып өтті. Енді рингтен қазір боксшылардан басқа жаттықтырушылар жалпы барлығы рингті тәрк етуі тиіс. Рингтің ішінде бас төрешімен қос боксшы қалуы керек. Осы жекпе-жекке қазылық ететін төреші қос боксшыны ортаға шақырып, қысқаша ережені түсіндіріп өткеннен кейін бірінші раундты бастауға рұқсат. Бойы 1 метр 83 сантиметр Мейрім Нұрсұлтановтың. Қарсыластың да бойы айтарлықтай ұзын екенін байқауға болады. Екінші раунд ал кеттік. 2023 жылдағы алғашқы жекпе-жегі қос боксшының.
Japon boksçular үшін бүгінгі жекпе-жек кеші сәтсіз өтіп жатыр. Бұған дейін 3 жапониялықты көрдік рингте, оның екеуі жеңіліс тапты. Жеңіліп қалды, яғни 4-ші жапониялық рингке шықты. Казуто Такисако. Мейірім Нұрсұлтановқа дейін рингке Қазақстан боксшысы шықты. Нұрсұлтан Аманжолов Сукхи Анды нокаутпен жеңген болатын, техникалық нокаутпен, яғни сол Нұрсұлтан Аманжоловтың жолын берсін дейміз Мейірім Нұрсұлтановқа. Бірінші раунд, түсінікті барлау жұмыстары қазір. Қарсыластар бір-бірінің жалпы бокстасу мәнеріне бой үйретіп алғанына дейін біраз уақыт кетеді. Бір раунд жеткіліксіз болуы мүмкін. 3-4 раундқа келген тұста қарсыластың осал тұсын тапса, Мейірім ары қарай құлпырып сала береді деген сенімдеміз әрине. Қысым көрсетіп шабуылдап жатқан Казуто Такисако. Жапон боксшысы бірінші нөмірмен жұмыс істеуді қалайды бұл жекпе-жекте. Қазақстан жанкүйерлері қашанда жанкүйер бола біледі. Әсіресе боксқа келгенде. Жапон боксшы бұған дейін өзінің жалпы жекпе-жектерінің дерлік барлығын нокаутпен аяқтаған деп айтып, дегенмен Мейірім Нұрсұлтановтың боксшыларға қарсы бұрын-соңды Такисако шығып көрмеген. Оны да айта отырайық. Өз елде, Жапонияда, сол жапониялық боксшыларға қарсы бокстасқан Такисако Жапониядан тыс бірінші рет бокстасуда. Казуто Жапониядан тыс болғанда да оңтүстік Кореяда бар. Оңтүстік Кореяның арасы ат шаптырым жер десек болады. Бұл тұрғыда жалпы Мейірімнің тәжірибесі өте жоғары. Түрлі елдерде, мұхит азығы Америка құрама штаттарында өнер көрсеткен Мейірім бірінші раундтың аяқталды. Раунд қорытындысы бойынша нақты басымдылықты бір боксшыға беру өте қиын. Завершился первый раунд главного события сегодняшнего вечера. Казуто Такисако и Мейірім Нұрсұлтанов. Такисако претендент на пояс чемпиона WBA International. А вот для Мейіріма Нұрсұлтанова это уже не первая защита пояса. Напомню, что в 2022 году он завоевал этот пояс. Пояс был вакантный. Кстати, в Казахстане. Затем также провел защиту. Также был Яхтал. И теперь уже проводит свою очередную защиту версии WBO International. Напомню, что в этой весовой категории, именно в этом дивизионе, по этой версии владеет полноценным поясом Жанибек Алимханулла, также наш казахстанский файтер. Что же касается еще одного интересного момента, связанного с рейтингами, то есть, конечно же, рейтинг этой весовой категории. Напомню, это средняя весовая категория. Первое место занимает Геннадий Головкин, 8-е Жанибек Алимханулла и 10-е Мейірім Нұрсұлтанов. То есть в первом топ-10 этого дивизиона мирового рейтинга средней весовой категории 3 бойца из Казахстана. Такой вот примечательный факт. Прямо сейчас возвращаемся в ринг. Второй раунд. И как уже сказал ранее сам Мейірім Нұрсұлтанов в предматчевом интервью, что да, Казуто является нокаутером, но, как правило, происходит это в начальных раундах. Если же затянет Мейірім Нұрсұлтанов своего оппонента в поздние раунды, то я думаю, что такого преимущества уже у Казуто не будет. Ну и еще один момент, связанный с выступлениями Казуто, то все свои поединки, а именно 15 боев, 15 боев, правильно, 16 точнее, 15 поединков побед и 1 ничья у этого спортсмена. Все свои профессиональные поединки Казуто провел в Японии в одном месте
в стенах одного стадиона, одной арены. Отлично сейчас атака со стороны Нурсултанова. Очень жестко встретил своего оппонента правым апперкотом. Ну и, конечно же, стоит отметить поддержку наших болельщиков. Напомню, что турнир и вечер бокса происходит в Южной Корее, в городе Ичхон. Попадает сейчас слева и пытается развить свой успех Миром после атаки. Я так понимаю, сейчас разозлил Нурсултанова Казута, особенно вот ударом в начале раунда запрещенным. Но рефери никак на это не отреагировал. Отличная атака, и попадает справа тоже Нурсултанов. Я думаю, что если также дальше продлится поединок, продолжится в таком же темпе, я думаю, что Казута долго не протянет. Да, конечно же, показатель процента досрочных побед ниже у Мирова, но опять-таки, если мы посмотрим на оппозицию Казута, то в основном это были местные спортсмены с самыми лучшими достижениями в профи-боксе, поэтому тоже, наверное, не самый лучший показатель, но тем не менее, значит, все-таки есть у него ударная мощь в руках. Но Нурсултанов имеет более богатый, не только лишь профессиональный, но и любительский опыт. Мы знаем, что выступал и в рамках всемирной серии бокса, был чемпионом весовой категории до 85 килограмм. Ни одного поражения в рамках выступлений в серии всемирного бокса за команду Астана Арланс не проиграл. Да, вот здесь как раз таки поскользнулся и после этого момента нанес удар уже по незащищающимся Мирому Нурсултанову. Ждем очередной раунд. Екінші раундта Нурсултановтың соққылары дәл шығып жатты, нақты тиіп жатты қарсыласқа. Дәл өз қарқында жалғастырады деп сенеміз. Қазір үшінші раунд басталады. Жапон боксшысы бұрын соңғы жалпы Жапониядан тыс жерде бокстасып көрмеген әріптесім жоғарыда айтып өтті. Бір қызығы, бұл боксшы сол негізінен Токиодағы Коракуэн холлда бокстасады. Жапон боксшыларына қарсы, тайландық боксшыларға қарсы бокстасқан бұған дейін. Бір рет колумбиялық боксшыға қарсы жекпе-жек өткізген. Казуто Такисако негізінен сол өз жекпе-жектерін бірінші, екінші, үшінші раундтарда жеңеді. Сол раундтарда қарсыласты нокаутқа жібереді бұл боксшы. Яғни сол 12 раундтық жекпе-жекке толыққанды бұл боксшы дайын болмау. Кім біледі, әлі бар жоғы үшінші раунд өтіп жатыр. 7-ші, 8-ші раундтарға барған тұста нағыз сол бір чемпиондық мінез сыналатын сәтте Такисаконың шабысын көреміз. Жақсы, Мейірім қазір қарсыластың бүйіріне бағыттады соққыларды. Бұл да өте маңызды бокста. Қарсыластың жылдамдығын бәсеңдету үшін бүйірден түйрепке ұрады боксшылар. Басымдық толығымен Мейірімнің қолында қазір. Жақсы, міне тағы да бір соқты өтті. Есеңгіреп қалды негізі қарсылас. Осы жерде жылдамдықты бәсеңдетпеу тиіс Мейірім, және қазір есеп ашылуға жақын тұр. Тағы да міне соққылар дәл өтуді. Төреші әзірге үндемейді. Жапон боксшысы негізі қанша ауыр соққы өткізіп алса да аяғында тік тұр. Тепе-теңдікті жоғалтуы өте қиын. Өте төзімді келеді жапон боксшылар деп жоғарыда айттым. Казуто Такисако да міне төзімді боксшы екен. Үшінші раунд бітуіне әлі 1 минуттан көп уақыт бар, демек шабуылды тоқтатпау керек қазір Мейірімге. Тағы да міне бүйірден түйреп келді да сол қолмен, оң қолмен өте әдемі тұмсықтан соққы жасады.
Төреші барлығын дұрыс істеуде. Есеп ашайын десе, Казуто Такисако аяғында тік тұр. Енді егер толассыз соққыларды өткізіп жатса, Такисако шешімді Такисаконың бапкерлері қабылдауы тиіс. Ақ сүлгіні атып жіберу сондай бір үрдісі бокста әлі жоққа шыққан жоқ. Өтеп бере алды үшінші раундта Такисако. Сезінді Казуто осы раундта мейірімнің күшін, жалпы қарқынын, қандай деңгейдегі боксшы екенін елестетіңіз. Алда 4-ші раундта. Егер жекпе-жек жалғасып жатса ары қарай 5-ші раунд бар деген. Мейірім Нұрсұлтанов жекпе-жек басында біз атап өткендей қарсыластың бір осал тұсын тапқандай. Қайталаудан көрейікші тағы. Міне соққа. Қарсыласқа да жапон боксшысына да енді бұл жерде лайықты бағасын беруіміз керек. Бокста бір соққыға құлай беретін боксшылар болады. Боксшыларды жалпы кәсіпқой бокста қалай атайтынын жанкүйерлер жақсы біледі. Жағы сезімтал, сондай хрусталь жақ деп атайды. Көп лайтын боксшыларда. Ал бізде 4-ші раунд көрейік. Мейірім Нұрсұлтанов 3-ші раундтағы қарқынмен қазір жекпе-жекті жалғастыру керек. Сәті түсіп жатса 12 раундқа созып не керек жекпе-жек. Кез келген боксшы мерзімнен бұрын жекпе-жекке жетуді, жеңіске жетуді қалайды әрине. Бірақ та асығып тұрған мейірім жоқ. Асығуға негіз жоқ. Дұрыс. Сол ұстанымына берік болу керек. Бапкерлер берген тапсырманы 100% орындау керек. Қазір бұрыштақ. Бапкерлер толассыз тапсырманы беруде. Марат Жақиевті көріп тұрсыздар. Жақиев енді жалпы қазақ боксына сіңірген еңбегі өте көп, өте мол бұл бапкердің. Әділбек Ниязымбетовтей чемпионды тәрбиелеп шығарған бапкер. Ердос Жаңабергенов сол осы бапкердің қол астында 2005 жылы Азия чемпионы болған еді. Азамат Исақұлов бар. Кәсіпқой бокста Мейірім Нұрсұлтановтың бапкері. Айтуға оңай, қазір рингтің жан-жағынан әртүрлі дауыстар естіледі, әртүрлі бір тапсырма бергісі келеді жанкүйерлер. Мейірім демалдырма оны деген бір сөзді естіп қалдық. Мейірім барлығын жоспардағыда істеуде. Күн бапкерлердің жоспары шығарды. 3-ші раундта қарқынды арттырып, қарсыласты біраз қинау керек деген болса, 3-ші раундта сол жоспар бойынша жұмыс істеді Мейірім. Егер 4-ші раундта қарсыласты шаршату керек десе, демек 4-ші раундта осы жоспармен жұмыс істейді Мейірім. Егер 5-ші раундта қарсыласты құлату керек десе, онда құлатады қазір. Еш қайда асықпаймыз. Бір нәрсені нақты айтыламыз. Дәл қазір 4 раунд қорытындысы бойынша басымдық Нұрсұлтанов. Ешкім жоққа шығара алмайды. Төртінші раундта тамам мінекей. Қазір бапкерін тыңдасақ екен.
сәттеріне қайталау үстінде. Самые лучшие моменты прошедшего раунда. Да, получил, конечно же, Казута Такисака большое количество урона за эти пару раундов. Наверное, больше, чем за все свои 15 поединков, на мой взгляд. Я, конечно же, все его 15 поединков не смотрел. Все те поединки, в которых он одержал победу. Но мне кажется, что сегодня, конечно же, будет проверка на прочность Казута Такисака. Но опять-таки, и не думайте, что легко так будет, конечно же, Мируму отправить в нокаут Казута, который ни разу, наверное, не проиграл за всю свою карьеру. И более того, конечно же, стоит отметить, конечно же, это какой-то шаблон, наверное, клише, стереотип. Но, тем не менее, факты есть факты. Японские боксеры — это что-то с чем-то, как говорится. Очень крепкие, всегда идущие до конца. Поэтому легкая прогулка точно в этом поединке не светит. Но, тем не менее, конечно же, на классе мы видим, что выше, конечно же, Миром. Даже в разменах, казалось бы, да, что может, конечно же, ударом своим каким-то достать своего соперника Казута, но Миром сразу же разрывает дистанцию, либо же в этих разменах одерживает верх. 2 минуты остаются до окончания 5-го раунда. Отличная работа по этажам от Нурсултанова. Кросс точно в голову. Да, в этих моментах сейчас Султанов задержался Нурсултанов, но тем не менее контролирует ход поединка. Напомню, что это чемпионский поединок, поэтому 12 раундов нас ожидает. Отличная комбинация от чемпиона. Претендент отвечает сейчас правым боковым ударом. Минута остается. Да, здесь, конечно же, комбинация в сериях только лишь одним ударом взрывается, а остальные же наносят такие вот более проверочные удары. О, отлично сейчас тоже отработал Миром. В одностороннем порядке левым боковым ударом по корпусу, затем перевел в голову. Встречает также левым хуком. 20 секунд остается. Теперь уже хорошая комбинация от Казута. Почувствовал свое превосходство Казута, но ненадолго. Сразу же привел в чувство, кажется, левым боковым ударом. Миром после атаки Казута Такисаку. И заканчивается 5-й раунд. Самурай, нағыз төзімді боксшы Жапония. Ториото Мурата және Геннадий Головкин арасындағы жекпе-жекті еске алайықшы. Бұл жекпе-жекте де Геннадий Головкиннің ауыр соққыларынан кейін аяғында тік тұрған Мурата. Марат Жакиевтің сөздері анық естілмейді қазір біздің құлағымызға. 2014 жылы Қазақстанда жыл бапкері номинациясында жеңімпаз болған еді Марат Жакиев. Сол бапкер енді міне кәсіпқой бокста чемпион тәрбиелесем дейді, чемпионды шығарсам дейді. Чемпионды тәрбиелеп жатыр қазір Нурсултанов. 6-шы раунд.
Казуто. Такисако. 2022 жылы 5 қарашада жекпе-жек өткізді. Кореялық қарсы. Оның соңғы кездесуі. Күз айында, 2022 жылдың күз айында 2 жекпе-жек өткізіп үлгерді. Қыркүйекте Ниват Конганды жеңсе, қарашада Буинг Мо Юды жеңді. Соңғы өткен 2 кездесуінде 3-ші раундта нокаутпен жеңген. Казуто бұған дейін 10 раундтық бір жекпе-жек өткізген. Толыққанды 10 раундтық жекпе-жек болған. Такисаконың мансабында 10 раундтық жекпе-жекте тең нәтиже тіркелген. Шуи Катоға қарсы жекпе-жек 2019 жылы болған. Саңе тағыда. Бүйірден түйре бұруы Мейірім Нұрсұлтановтың жалпы бізге де ұнап жатыр қазір. Ертең кешпе бұл соққылар өз жемісін береді. Қарсыластың қолы төмен түседі бұндай соққылардан кейін. Қарсыластың ашық қалған сәтін түсін күтіп жүр Мейірім қазір. Жекпе-жектің тура бел ортасына келдік. Егер 12 раунд толығымен өтетін болса. Флаштап деп ұрған тимеді қазір. Такисако, сол Риото Мурата өзінің спорттағы жолын аяқтағаннан кейін осы салмақта Жапонияның нөмірі 1-ші спортшысы. Бұл салмақта жапониялық мықты боксшылар жеткілікті деп айтуға болады. Бір апперкот өте әсерлі шыққан екен қайтылаудан көрінді. Бұл 6-шы раундта қазір Мейірімнің пайдасына шешілді десек болады. Мейірім Нұрсұлтановтың да сол Жәнібек Әлімханұлы секілді промоутері. Бір адам яғни менеджер әрдайымдай қазір менің бокстасып жатқанда дәл осы жерде, дәл осы спорт кешенінде. 7-ші раунд. Кәсіпқой бокстың жалпы оңтүстік Кореяда сағатты дамымағанын айттық бүгін эфир барысында. Осындай бір жекпе-жектерден кейін боксқа деген ықыласы артатын шығар халықтың. Қанша дегенмен жергілікті боксшылар бүгін бірнеше шықты рингке жеңіске жеткендері де болды. Оның ішінде Мин Хо Джунг мысалыға. Шамамен дәл осындай бокс кештері оңтүстік Кореяда бір жылда 2 рет болады. Ары қарай боксшылардың физикалық дайындығы сыналатын кезеңге де келдік. 7-ші раунд. Ары қарай раундтан раундқа күш сарқыла береді. Боксшылардың мінезі бірінші орынға шығады.
Жақсы, тағы да бір комбинациялық шабуыл. Жүйеге қойылған жалпы Мейірімнің боксы, шабуылдары жалпы. Қарап тұрады дағы бірден шабуылды бастақ береді. Қарсылас көзді ашып жұмғанша бірнеше соққыны өткізіп үлгереді. Раунд соңына қарай шабуылды қазір дөтеуі тиіс. Дөте түсуі керек. Белсенділік керек ақ, түсінікті ол. Яғни шын мәнінде 12 раундқа басатын шығады. Жетпейсек, 12 раундқа басып жатса, көрушілердің көкейінде ешқандай бір артық сұрақ қалмас үшін шабуылдағы белсенділік керек. Қазір желке тұсынан соққы жасаған. Соққы жолданады Мейірім. Алғы шарттарының бірі, боксқа енді барған балаға үйрететін сондай бір жай. Айналып өтіп қарсыластың желкесінен соққы жасауға болмайды. Жапониялық енді шабуылды бастай берген тұста қарсы шабуылда Мейірім осылай шыға келеді. Ждем начала 8-го раунда этого поединка. Очень насыщенный, конечно же, раунд мы с вами наблюдаем. Множество ударов выбрасывают оба спортсмена. И Казуто, и Мейірім. Были, конечно же, интересные моменты, успешные моменты. Эпизоды и у чемпиона, и у претендента. Да, я думаю, что Мейіріму нужно сейчас обострять поединок, всячески прессинговать, заставлять своего оппонента совершать ошибки, нервничать, напрягаться, скажем так. Ну, я думаю, что превосходство именно в выносливости все равно на стороне Мейіріма. За счет более, наверное, больше опыта выступлений в чемпионских поединках, в целых поединках. Все равно Казуто большую часть боев закончил досрочно в начальных раундах. Поэтому сейчас, конечно же, тяжело ему приходится. Но опять-таки и достаточно большое количество пропущенных ударов по корпусу, по туловищу, по печени дают о себе знать в любом случае, дадут о себе знать в поздних раундах. Если же заставить Мейірім сейчас активнее работать и дышать своего оппонента, то я думаю, что может даже досрочно выиграть, не доводя до судейского решения. «90 секунд остается до окончания 8-го раунда. Попадает сейчас точно справа. Не самый удачный ракурс, но мы видели, как болтанула голову Такисака. Минута остается. Сумеет ли сейчас свой успех развить дальше Мейірім Нурсултанов? Еще один удар справа. Точно в голову. Попадает сейчас двумя боковыми. Зашатался сейчас Казуто и близок к досрочной победе Нурсултанов. Еще один боковой, за счет чего держится буквально Казуто, непонятно, но падает. Мейірім Нурсултанов одерживает досрочную победу в 8-м раунде.
Меніңше қазір төреш сәл кешігіп қалған сияқты. Сәл ертерек бұл жекпе-жек тоқтатуға болушы еді. Жапониялық боксшының жағдайы өте қиын қазір. Шұғыл түрде медициналық қызметкерлердің көмегі керек, ал дәл осы тұста біз қазақстандық жанкүйерлерді шын жүректен құттықтаймыз. Мейірім Нұрсұлтанов нағыз тағда бір Қазақстаннан бір чемпиондық деңгейде бокста салатын біздің спортшы шыққанын көрдік бүгінгі жекпе-жек барысында. Әріптесіміз Уәлихан Қосанбай қазір Инчхон төрінде Нұрсұлтановқа Мейірімге демеу болып қолдап Кореяға барған болатын. Мейірім Нұрсұлтанов бұл жекпе-жекті өте сенімді өткізді және нокаутпен жеңді. Жапон боксшысы өзінің спорттық жолында бірінші рет жеңіліс тапты. Өте мықты боксшыға жеңілді. Сол үшін бір аса қатты өкінбеуге де болады бұл жек. Түсінікті көрінді, деңгей деген бәрібір білінеді. 8 раунд барысында көрдік. Оңбай таяқ жеді жапон боксшысы. Мына соққыдан кейін негізі жапон боксшының түрі, бапкерлері шешім қабылдауы керек болған. Ары қарай рингте не істерін білмей қалды жапон боксшысы. Мүмкін бір сәтке есінде жоғалтып қойған шығар. Бұндай бокста жалпы болады. Есін жоғалтып қойған боксшы аяғында тік тұра беретін. Сондай бір жекпе-жектер талай көргенбіз бұған дейін. Мына жерде сәл ғана басы иілген еді, ары қарай жапон боксшысы өзі өз салмағымен осылай жата кетті. Ал төреші бәрі жапон боксшы тізе бүгіп құлаған сәтте ғана бұл жекпе-жекті тоқтатты. Мейірім Нұрсұлтановты бұл жарқын жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Керемет жекпе-жек өткізді. Ал бұл жапониялық боксшының жанкүйері. Достар, бұл бокс, бұл шыны керек нағыз ерлердің ісі, нағыз батырлардың айналысатын ісі десек болады. Сол үшін бокста нокаут жалпы бұл болып тұратын қалыпты жағдай. Шын мықты деп айтайық. Казуто Такисака мықтылықтан толы шыдас берді 8 раунд бойы. Қақта жеңімпаз, соңында Мейірім Нұрсұлтанов өзінің 19-шы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Алдағы жекпе-жектерінің бірі мүмкін осы жылдың өзінде, жыл соңына қарай Мейірімді чемпиондық белбеу үшін рингке шыққан бір жекпе-жекте көреміз деген ойдамыз әрине. Мерзімнен бұрын аяқталған жекпе-жек. Мейірім Нұрсұлтанов Инчхонда Оңтүстік Корея төрінде жеңіске жетіп отыр. Жеңіске жеткенде қандай жеңіс қазір? Жарқын нокаут. Жанкүйерлерге де жалпы керек осы. Өте қызықты жекпе-жек. Соққыдан соққы, әр раунд тіпті бір-біріне өте ұқсамады. Әр раунд бір-бірінен өте түсті десек болады. Соққылар көп болды. Сол екінші раундтан барып бастап есептейтін болсақ, 8-ші раундқа дейін қарсыласты. Аямай соққының астына алған. Мейірім. Барлық Қазақстанға үлкен рахмет. Аллаға шүкір. Белбеу бізде, жеңіс бізде. Сіз бен бізге қолдау үшін рахмет айтты. Біз де саған рахмет айтамыз. Чемпион. Дәл осы тұста біз спорт арнасы құрметті достар сіздермен қоштасамыз. Спорт арнасы қосулы болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар.